Ал балалар, бүгін біз сіздермен қанталапай ойынын ойнауға шақырамыз. Балалар, сендер қанталапай ойынын білесіңдер ме? Жарайсыңдар. Ал балалар, бүгін мынау асықтың түрі сақа. Оның түсі қандай екен? Ал енді осы асығымызды лақтырып көрейікші кәне. Міне, бұл қалай түсті? Бұл асықтың түрі қандай? Бүк түсті, иә? Бүк. Ал бұлай түссеші, тағы да бүк түсті, иә? Ал бұлай түсте, асығымыз алшысынан түсті. Ал бұлай түсте, тағы да бүк. Ал енді бұлай түссе, іші түседі, иә? Алшысынан түсті, мынау алшысынан түсті, мынау тайкісінен түсті, мынау іші міне. Ал енді қанталапай ойынның шартын айтып өтейін балалар. Әр балаға ортаға асықтарымызды шашамыз. Асықтарды шашқан кезде мына сақамызды кім алып алса, және кім асықты көп жинап алса, сол бала ұтады екен. Ойын ойнаймыз ба? Қарайсыңдар. Әр балаға үш-үштен асық келеді. Енді осы асықтардың бәрін ортаға шашам. Кәне жиналамыз ортаға. Кәне балалар, ортаға жиналыңдар, кәне. Асық ойнауға келіңдер балалар. 1, 2, 3 балалар бастаймыз. Жарайсың, бек, міне қызыл асқақан алға болсын. Міне, 1, 2 асқа албапты. Кәне, Мариям еще, Мариям асқа албапты. Кәне, көрекші. 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсың, Мариям 5 асқа албапты. Кәне, сенсің. Кәне, балалар санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жарайсың, 6 асқа албапты. Кәне, сен қанша асқа албапты? Балалар қанша асқа алып кеткен, кәне. 1, 2, 3, 4. 4 асқа. Бізге 1, 2, 3 балалар бастаймыз. Заңдар бастаймыз. Ура. Очень жақсы. Екінші алу ақым. Мариям бастайды. Мариямдікі де линия қалып тұрыштырамыз. Енді бек бастайды. Бек істей ғой. Ата ғой. Бек кімді жеме қалып. Алу ақым. Көздейміз. Қане? Ой, керемет. Мариям кімге алуға 2 асық береміз. Алуға 2 асық береміз. Заңдар жасай ғой. Керемет. Оттың міне. 2 асықты аламын. Енді Алихан жасай ғой. Ой, Алиханның асығы тимей қалды, иә? Осылай үйренеміз. Міне балалар. Асықтарын әрқашан алшысынан түсіп білген осы балалар. Осы жерде кім асықты көп ұтып алатын болса, сол бала жеңіске жетеді. Міне бұл жерде біздің балаларымыздың мергендігі, шапшаңдығы, батыл болса, сол бала ойында жеңіске жетеді. Түсінуге ме балалар?